Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде 1001 кәсіп YouTube подкастының 5-ші шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Қазалы ауданындағы Сенім оқу орталығының меңгерушісі Ақгүл Қуанышбекқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді бізде канал кәсіпкерлікке байланысты болғаннан кейін бізде алғашқы сұрақ, кәсіп дегенді қалай түсінесіз? Жалпы кәсіп дегеніміз ең біріншінде кәсіпте береке бар дейді ғой. Бірақ әр саланың өзінің кәсіптегі әр саланың бағыты әртүрлі. Сол сияқты біздің кәсібіміз, жүргізіп жатқан кәсібіміздің саласы басқаларға қарағанда ерекше. Мысалға айтатын болсақ, шикізат сату кәсібі айналысатын кәсіп бар, шоу бизнес жағына айналысатын кәсіп бар. Ал біздің кәсібіміз ол оқу білімге, жалпы баланы тәрбиелеуге арналған кәсіп. Менің өзімнің бағытымдағы кәсібіміз біздің болашақ ұрпақты тәрбиелеу, дамыту, оқыту. Жақсы, енді келесі сұраққа көшсек, жалпы жеке басыңыз туралы айтып өтсеңіз, қандай мамандықта оқыдыңыз, отбасыңыз туралы? Есімім Ақгүл Қуанышбекқызы. 1992 жылы осы Қазалы ауданында дүниеге келгенмін. Бітірген мамандығым қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. 8 жылдай мектепте жұмыс жасадым. Тәлімгерлік мамандығымен 2021 жылы өз еркіммен мектептен шығып кеттім. Қазіргі уақытта Сенім оқу орталығының меңгерушісімін. Тұрмыстамын. Жақсы. Келесі сұрақ, енді орталық қай жылдан бастап жұмыс істеп жатыр және қандай пәндер бар, жалпы сипаттама беріп өтсеңіз? Жалпы оқу орталығы туралы айтпас бұрын, оқу орталығымыз біздің 2021 жылы құрылды. Ең негізгі қалаушылары оқу орталығымыздың, оны айтып кетпесек болмас, ауданымызға белгілі ұстаз, өзінің нағыз маманы Жәмила Әбжанова деген апайымыз, және белгілі кәсіпкер Байекешев Нұрлан ағамыздың демеуімен, қолдауымен осы Сенім оқу орталығы құрылды. Қазір қандай сабақтар өтіледі сонда? Қазіргі уақытта ең сұраныстағы пәндер ол бастауыш сынып пәндері. Біздегі ең сұраныстағы пәндер, және де ағылшын тілі, орыс тілі, математика пәндері ең сұраныстағы. Біздің өзіміздің оқытатынымыз осы пәндер ең негізгісі. Сосын қосымша сіздерде лагерь де бар, жаздық лагерь. Бізде одан кейін бізде енді біраз мұғалімдер жұмыс жасады. Жалпы менің оқу орталығым жалпы жас мамандарға практикада өте көп практика береді. Өйткені өздеріңіз білетіндей, Қазалыда мемлекеттік қызметке жұмысқа тұру өте қиын. Әсіресе мұғалімдік және мейірбике болу, больницаға тұру, мемлекеттік жұмысқа тұру өте қиын. Өз басымнан да өткен, біраз мектепте жұмыс жасағаннан кейін біраз тәжірибем де бар. Сол үшін де бізде біраз жас мұғалімдер бізден жұмыс жасайды. Бірақ енді бұл жерде біз баланы ақылы оқытқаннан кейін біз кез келген мұғалімді жұмысқа ала алмаймыз. Білікті болу міндетті, иә. Жас, менің өзімнің ұстанымым, мен жастарды қолдаймын. Жастарда өткен қазір күннен күнге заман дамып баратыр. Оқу жағынан да сабақтарды әртүрлі методикамен түсіндірілу керек, әртүрлі бағдарламалар, көрнекіліктер пайдалану керек. Және де мұғалім ол бірінші кезекте оқушымен өзінің досы сияқты, құрбысы сияқты сабақ өтсе, бала ол еркін үйренседі. Мысалы, біздің кезімізде біз үлкен мұғалімдерге барғанды жақсы көреміз ғой. Үлкен мұғалімнің стажы бар. Үлкен болса стажы бар, білімі бар. Ал қазіргі уақытта жастар өте білімді, өте жан-жақты, өте жан-жақты, көп ізденеді, бірнеше тілді қатар алады. Және қазіргі заманға деген көзқарастары басқаша. Бізде қазір байқасаңыздар, балалар өте қатты дамып кеткен ғой. Мысалға, кез келген смартфонды болсын, олар шімшкедей шағалады. Сол үшін де мен көбінесе жастарды бірінші орынға жұмысқа алуға тырысамын. Ата-аналардан
сұраныс түседі, үлкен мұғалім ба, жас мұғалім ба деген сияқты. Сол кезде мен бірден айтамын, менде негізі жас мұғалімдер жұмыс жасайды. Өйткені мен жастарды қолдағанды жақсы көремін да, бірінші очередте. Өйткені олармен жұмыс жасаған маған комфортно. Өзімнің немді талаптарымды айта аламын, былай істейік деген сияқты. Үлкен кісі болса, ол уже сізге бағындыру. Үлкен кісі болса, біз енді қазақтың несі болғаннан кейін оған особо бүйтіп, сіз бүйтіңіз, сіз сөйтіңіз деп айта алмаймыз. Мысалы, біз жеке оқу орталық болғаннан кейін мектепке қарағанда мынандай ата-ана ақша беріп оқытқаннан кейін біз ерекше бірдеңені қолдануымыз керек та, балаға қызықты болу үшін. Міндетті түрде біздегі бірінші ниет, келген оқушы міндетті түрде нәтиже шығару керек. Нәтиже шығарып қана қоймай, сабақ оқып қана қоймай, ол қосымша даму керек. Себебі біздің Қазалыда дамушы орталықтар өте аз. Өзіңіз білетіндей, ары кетсе бір неге ойын сауық орталықтарына бару мүмкін, арасында енді қалтасы көтеретіне барады, қалтасы көтермейтіне барады. Сол үшін де жалғыз біз сабақты ғана оқытып қана қоймай, қосымша біз дамытушы нәрселермен жұмыс жасаймыз. Ал ол нәрсе мен жастарға мен өзімнің немді айта аламын. Былай істейік, түрлі идеялар деген сияқты. Және тағы біздің бір ерекшелігіміз, бізде жазғы күндізгі лагерь болады. Осымен биыл 3-ші рет, дәстүрлі 3-ші рет болғалы жатыр. Әр 1-ші маусым басталады. Лагеріміз ақылы түрде, күндізгі лагерь. Бұл ой туындаған себебі бізде алғаш осы оқу орталығында бастап уже мамыр айында сабақтар аяқталды ғой. Сол кезде бізде Райхан деген мұғалім болды. Апай, қане біз өстіп ерекше қылдық, жазғы күндізгі лагерь ұйымдастырайық. Өйткені Қазалыда бұрын соңды болған жоқ. Осындай жаңағыдай форматтарын қояйық, балаларға жаңағыдай, балалар не нәрсені өздері істеген жақсы көреді ғой. Бір күн аспаздық мастер-классын, бір күн қолөнер, бір күн эстафета, бір күн пикникке шығайық, бір күн кинотайм, бір күн музейге деген сияқты әркімге әртүрлі нәрсені ұйымдастырайық, балаларға қызықты болады деп Райхан сол кезде ұсыныс тастады. Басында енді қорқыныш болды, бұрын соңды болмағаннан кейін мүмкін келіспейтін шығар, балалар тіркелмейтін шығар, сұраныс жоқ, қалай болады екен. Жарайды, көрейік дедік. Әдепкі рекламасын түсіріп жариялаған кезде ешқандай сұраныс болған жоқ. Соңғы лагердің басталуына 3 күн қалған кезде, сол кезде 30 оқушы тіркелді бірден. Бірден. Бірақ оған дейін ешқандай тіркелген жоқ. Сұрап қойды. Бағасы қанша? Өйткені енді Қазалыда бірінші очередь бағасын сұрайды. Бірақ енді барынша қолжетімді қылуға тырыстық. Бағасы қанша сонда? Ол кезде енді ол кезде ең бірінші мен ұмытпасам 20 күндік лагерь болды. Нақты бағасын мен ұмытып қалдым, 25 или 30 мың. Сол кезде қазіргі уақытта 15 күндік. 15 күндік лагерь сағат 8-ден сағат 8:30-нан 12:00-ге дейін бала бізде болады. Перекус беріледі міндетті түрде балаға, жүрек жалғар өзінің бағдарламалары бар. Әркімге қойылған балалардың деңгейіне қарай және Қазалыда бұрын соңды болмаған дүниелерді ұйымдастырғымыз келеді. Әр күні бала келген кезде каникулға шықты ғой, сабақтан шаршады 9 ай бойына. Бізге келгенде не істейді? Телефонды ұмыту керек. Бала асыр салып ойнап, миын қозғап, неше түрлі нәрселерді. Мысалға, бір күнге біз гипстан мастер-класс қоямыз, бір күнге эстафеталық жарыстар қоямыз, бір күнге жаңа аспаздық мастер-классын қоямыз деген. Әркімге әртүрлі нәрсені қоямыз. Бала 3,5 сағат бізде ойнап күліп қайтады. Бағасы өте тиімді, 22.500 теңге. Біз уже лагерімізді құдай қаласа 1-ші маусым күні бастап кетеміз. Одан кейін уже ата-аналар үйренді. Дәстүрлі биыл 3-ші рет біз лагерді ұйымдастырдық. Сұраныс бар. Сұраныс бар. Бізде тұрақты ата-анамыз бар. Бізде мектеп оқу орталығы ашылғаннан биыл 3-ші оқу жылымызды аяқтап жатырық қой. Соған дейін үзбей қатысып келе жатқан ата-аналарымыз бар. До конца лагерімізге қатысып, есігін жауып сөйтіп кетеді. Негізі Қазалыда ондай бұрын болған жоқ, мен білсем, біз мектепте жүрген кезде, мысалы киноға апару, музейге апару, тігін үйрету дегендерді өз басым көрмеппін. Ондай қосымшаны, жаңағы тамақ жасайтын мастер-класс, құмыра дегендер негізі күшті кәдімгідей.
бізде білім орталығын ашу үшін қандай да бір рұқсат қағаз немесе бір сертификат керек па? Оқу орталығын ашу үшін ең бірінші адамда ниет керек. Ең біріншінде мен қандай салада жұмыс жасайын деп жатырмын, не істеймін, бұл салаға келгенде не бере аламын деген сияқты. Және оқу орталығын ашқаннан кейін бұл жерде біз баламен жұмыс жасаймыз ғой. Баламен жұмыс жасағаннан кейін балаға барлық жағдай жасалу керек. Барлық жағдай жасалу үшін біріншіден ол жерде ғимарат әдемі болу керек, комфортны болу керек, және баланың қажеттіліктерін өтейтін жалпы жағдайлары жасалыну керек. Мемлекеттік ешқандай қатысымыз жоқ. Біз жеке, яғни частный оқу орталығымыз. Ал қосымша өзімізді, мысалға менің мұғалімдерім дамыту үшін өздері қосымша біз курстар оқимыз. Арнайы сертификаты бар кітапшалар сатып аламыз. Балаларға дамыту үшін қазіргі уақытта жаңағыдай нейро жаттығу деген сияқты методикалар көп қой. Сондай бағытта біз түрлі курстар, кітапшалар, арнайы сертификат барлар, сондай нәрселерді сатып аламыз. Ал негізіне келген кезде оқу орталығын ашқаннан кейін әрине оның жаңағыдай налогы, ипсы деген сияқты жұмыстары бар. Ең басты нәрсесі бұл жерде арнайы ғимарат болу керек, балаға жағдай жасалу керек. Сабақ оқыған кезде бар зейіні баланың оқуға, білімге көңіл бөлу керек. Келесі сұрақ, енді баламен жұмыстың қандай қиындықтары немесе бір жақсы жақтары бар? Баламен жұмыс жасау, негізі баланың тілін тауып алсаң өте қызықты. Баламен бала болған дұрыс та. Еркін, дос сияқты, сізді көрген кезде ол өзінің ойын еркін айта алатын болса, ашыла алса, еркін айта алса, ол кезде ешқандай қиындығы жоқ. Бірақ қазіргі заманда балалардың даму қабілеттері өте қиын, гиперактивный қазіргі балдар, тез ашуланады. Сосын шамалы эгоисттік бар қазіргі балаларда. Тек менікі деген сияқты кейбір кездері түсінбей, дұрыс түсінбей қалып, ата-аналарына басқаша жеткізіп баратын сәттерде болады мысалға. Сол кезде барынша өзіңді психологически дайындайсың. Өйткені сен не дегенмен де мұғалімсің ғой. Психолог. Ашулануға болмайды. Қанша ашулансаң да енді сабыр сақтап, жаймендеп, түсіндіріп деген сияқты. Ал бұл жерде бірінші очередте баламен дос сияқты қарым-қатынаста болсаң, оны тыңдай алу керек та, баланы. Баланың не айтқысы келіп тұр, не қойғысы келіп тұр. Бүгін ол мүмкін сабақ оқысы келмей, еркін ойнағысы келетін шығар, еркін демалғысы келетін шығар. Сондай нәрсені, подходтарды пайдалану арқылы, бірақ оның по-любому сабағын оқытуың керексің да. Сондай моменттерді қызығушылығын оятып, бала келген кезде түріне, эмоциясына, жалпы көңіл күйіне қарау арқылы, сен сол арқылы жұмыс жасай алсаң, жалпы баламен жұмыс жасау ол кезде қиынға соқпайды. Ал былай бірден келіп, сен бүйт, сен сөйт деп, мысалы, алдында келген баланың эмоциясына, көңіл күйіне қарамай, бірден өзіңнің тапсырмаңды тықпай берсең, ол кезде балаға қабылдау өте қиын болады. Жақсы, енді нарықта айтып жатсыз ғой, Қазалының өзінде бірнеше оқу орталығы бар, енді солармен салыстырғанда жалпы бәсекелестік бар. Осы жағдайда сіздердің қандай ерекшеліктеріңіз бар? Басқа оқу орталығымен пәлендей ерекшелік бар деп енді әзірге айта алмаймын. Мүмкін бар шығар енді. Оны бізге балалардың оқытқан ата-аналары алдағы уақытта осы подкаст шыққан кезде астына комментарийға жаза жатар, енді салыстырып деген сияқты. Бірақ менің тілегім, бізде кейбір ата-аналардың түйсігінде мынандай нәрсе қалыптасқанда, оқу орталығына берсем баламды, ол жақта ата-аналар телефоннан үй тапсырмасын көрсеткізеді де, бітті, жібереді үйіне қайтарып деп. Бұл оған дейін мысалға сондай оқу орталықтар болған негізінде. Мысалға бір бөлмені арендаға алады да, екінші класс, үшінші класс, төртінші класс оқушыларын алып алады да, үлгермейді ғой. Мысалға бір сағат қалса үй тапсырмасын тық-тық-тық
интернеттен қарайды, үйретпейді, тек көшіртіп жібере береді. болған негізінде болмаса ол ата ана сосын өйтіп айтпайды. күдіктенеді ғой болғасын. Көп ата ана, кейбір ата аналардың ойы бойынша оқу орталыққа барсақ баламызға үй тапсырмасын только көшірткізіп береді, болды, ештеңе үйренбейді деген сияқты. Ең менің ұсынысым болсын, бәлкім сұранысым болсын, қай бір оқу орталық болса да, жалпы осы нәрсені жойсақ екен. Осы түсінікті, осы түсінікті жойсақ, мысалға кез келген алдыңа келген балаға барынша бірінші ниет үйрету ғой. Ең құрғанда бір кішкентай бірдеңе болса да үйретіп соған жіберсек, сол кезде біз уже бәсекеге қабілетті боламыз деп ойлаймын. Енді ең бірінші мұғалімнің балаға бере алатын қабілеті болса, және осы бүгінгі заманға сайкес өзінің ой түйсігі болса, жаңағыдай әртүрлі методикасы болса, ол кезде әрбір оқу орталық өзінше жеке дара бір ерекше болады деп ойлаймын. Қанша жұмысшы бар екенін айтсаңыз да болады? Біраз мұғалім жұмыс жасады. Қазіргі уақытта бізде 7 мұғалім жұмыс жасап жатыр. Қазіргі уақытта енді еңбек демалысына кетті. Және мендегі бір айта кететін қуанышты жаңалық, бір мұғалімім, ағылшын пәнінің мұғалімі, жаңадан ашылған 288 деген мектепке өз еңбегімен, конкурспен кеше жақында жұмысқа тұрды. Ауысты, ауысты. Жақсы, келесі біздің сұрақ, оқу орталығын ашу үшін ең керек 5 бастама қандай деп ойлайсыз? Оқу орталығын ашу үшін ең бірінші ниет керек. Әдепкі ашқан кездегі ниетің қандай болса, әрі қарай жұмысыңда солай қарай жүреді. Ең бастысы ниетің сенің ақша табу болса, ол кезде сенің жұмысың алға қарай жүрмейді. Әрине ақша бәріне керек. Қазіргі заманда енді жүріп тұрғанның бәрі ақша ғой, бірақ ең бірінші ниетім, осы оқу орталығын ашқандағы ниетім балаға кішкентай болса да пайдам тисе, және де маған келген мұғалімді мен аша алуым керекпін да. Өйткені бізде оқу орталығымыздың өзінің әлеуметтік желісі бар ғой. Бізде арнайы жүргізіп отыратын мамам бар, және маған тұрған мұғалімнің барлығы мектепке жұмысқа тұрғысы келіп жүрген мұғалімдер. Мен соларды көрсетуім керек, жан жақты. Сол үшін де ең бірінші адамға ниет керек. Ең бастапқы ниетің қандай болса, әрмен қарай жұмыс алып кетеді. Ең бірінші ниет керек. Екіншіден әрине өзіңнің жеке ғимаратың болса, ол саған үлкен плюс. Ешқандай аренда төлемейсің, өзің кез келген уақытта жұмыс жасай бересің деген сияқты. Әрине жайлы ғимарат, балаларға қажетті құрал жабдықтар, көрнекілік құралдары керек болады. Балаларға түрлі құрал жабдықтар және де бүткіл жағдай жасалу керек. Ішінде әжетханасы, суы деген сияқты. Және де өте білімді, білікті мұғалімдер таңдау керек бұл жерде. Енді ұстаз болғысы келетін жастарға қандай ақыл кеңес бере аласыз? Жалпы ұстаз болғысы келетін жастарға өзімнің іс тәжірибем арқылы айтар болсақ, ең бірінші табандылық керек. Жаңағы айтып өткенде адамда ниет дұрыс болу керек. Өйткені білім ол ең сатылмайтын, мәңгі жойылмайтын құнды нәрсе. Өзім не оқып жатырмын және осы саланы меңгергеннен кейін балаға не беремін деген ниет болса, әрмен қарай Алла тағала өзі бәрін келтіріп қояды. Басында қиын болуы мүмкін. Өйткені оқушымен жұмыс жасау керек, ортамен жұмыс жасау керек деген сияқты. Әдепкі ниетің балаға қытайда болса бірдеңені үйретейін, бала үйреніп кетсін деген ниет болса, өзі келтіріп қояды, бәрін келтіріп қояды. Сол үшін де жастарға айтарым, ұстаздық ол мәңгілік өлмейтін, өшпейтін мамандық, бірақ ең бастысы сабырлық, шыдамдылық, төзімділік керек, және оқушылармен жақсы тіл табыста болу үшін үнемі ізденісте болу керек. Қызықты болу керек. Оқушы енді ол кәдімгі дамушы ғой енді. Әр уақыт сайын мұғалім ізденісте болу керек қой. Заман қалай дамып жатыр? Мысалға кез келген
мына бізге зиян дейміз ғой телефонды. Мына зиянды телефонды біз қалайынан дұрысынан тиімді жағына пайдаланып, бізге қандай тиімді нәрсе береді деген сияқты осының өзінде пайдалы қылдыртып оқушыларға ұсына алатындай идея болса, неше түрлі креативті ойлар болса, өте қызықты негізі. Қызықты мамандық, иә. Соңғы сұрақ, бізде жалпы осы біздің каналға жалпы баға беріп кетсеңіз. Қазалыда осындай каналдың ашылғаны қуаныштымын. Өте ерекше. Әрбір саладан осындай сұхбаттар алып, жалпы мотивация ғой бұл. Және де ол кәсіпкерге шамалы мүмкіндік өзін көрсете алмай жатқан. Мүмкіндік өте хабарласқан кезде қуанышты болдым. Әр кәсіптің саласы, мысалға кішкентай Қазалыны алатын болсақ, әр кәсіптің саласы бір-біріне қолдау білдірсе, мысалға мейлі мен оқу жағынан кәсіпкер болайын, басқа біреу жаңа салон ашу жағынан кәсіпкер бола берсін, но бәрін үйлестіруге болады да. Бәрін үйлестіріп, бір-бірімізге қолдау көрсетіп, жаңағыдай дамытсақ, ол кезде күшті болып кетеді негізінде. Сол сияқты өте керемет негізі бастама, мүмкін емес нәрсе жоқ қой бұл өмірде. Сол үстінде алдағы уақытта тек сәттілік тілеймін. Жақсы, бізге қонақ болғаныңызға рахмет. Жаңа жұмысыңызға табыс береке тілейміз. Қош сау болыңыздар. Рахмет.